Мұсылман халқының қасиетті мерекесінің бірі Құрбан айт елордамыз Астана қаласында өз деңгейінде өтті. Мешітке жиылған халық жүзінде нұрлы қуаныштың белгісі білінеді. Мешіт жамағатымен көрікті демекші, имандылық ордасында ине шаншар орын болмады. Бәрі де бүгінгі күнді сарыла күткендей. Бүгін қасиетті Құрбан айттың бірінші күні. Бұл күн біздің елде мереке күні болып, күнтізбесіне енді қазір елбасының ұсынысымен оны бүкіл қазір Қазақстанның түкпір-түкпірінде көптеген халықтар, тек қана біздің қазақ халқы емес, көптеген мынау мұсылман дінін дәріптейтін халықтар, уағыздайтын халықтар, сонымен қатар тіпті христиан дінінде де бас ұрған халықтар да бізді сыйлап, біздің мынау дәстүр әдет ғұрпымызды сыйлап, бүгін үлкен мереке ретінде атап жатыр. Сондықтан мынау Құрбан айт құтты болсын, қабыл болсын, тілегіміз Аллаға арнаған. Елімізде тыныштық болсын, осы ынтымақтан айырмасын, әр үйде құт береке, рыздық мол болсын. Қасиетті мейрам Құрбан айтының бірлік пен бейбітшілік, ынтымақ пен ырыс бастауы болып саналуының бір сыры. Бұл күні жер жүзіндегі бүкіл мұсылман қауымы оны бір мезгілде атап өтіп, бір мезгілде айт намазын оқитыны. Құрбан айт дастарханы шақырылғанда, шақырылмағанда қонақтарға жайылу болып, араздасқан ағайын ренішін ұмытады. Осындай сүйіспеншіл, бейбітшіл дініміздің асылдығына қайран қаласың. Бүгін мынау мұсылман әлемінің ұлы мерекесі Құрбан айт мейрамы. Енді шүкір деп айтайық Аллаға, жылдан жылға аумақты үлкен қауым, бүкіл халық болып осы мерекені жақсылап өткізетін болды. Бұл күнді демалыс күні етіп бекітілді халық үшін бар. Биыл да мінекей ұлан ғайыр үлкен той болып қуаныш болып жатыр. Ең негізгісі әрине бүгінгі сол таңғы намаз Аллаға арналған Құрбан айтына. Содан кейін Алладан тілек тілеу. Содан кейін айт болғаннан кейін бір-біріне кіру, дастарханнан дәм тату, бір-біріне тілек тілеу, әрқайсының отбасына. Міне осы мерекенің үлкен орын алғанына халқымыздың өмірінде қуаныштымыз өте. Осыған да жеттік. Мынау керемет мешіт кең боп соғылды, сұмдық. Шіркін-ай, осының іші толса екен деп арман етіп едік бір кезде. Міне бүгін ешкім сыя алмай, жақындай алмай қалды келген халықтың. Енді бұдан да үлкен мешіт керек болып жатыр. Алла бұйыртса, о да болады. Халқымызды осы Алланың ақ жолынан берсін, Алла тағала беретін бақытын. Халқымыздың басына қонған дәулеті бар, бақыты бар. Ол мына бірінші егемендігі, енді мынау тыныштылығы, ендігі жерде тілейтін дәулетті өмір. Мешіт жамағатымен көрікті, имандылық бар жерде ынтымақ бірлік бар. Құрбан айтта құрбандық шалудың қаншалықты сауапты іс екенін көптеген хадис шәріфтерде шегелеп айтқан. Енді бүгін ұлық мерекемізде лауазымды ел тұлғаларды алғысын аяр емес. Құрбан айт барлық халқымызға, мұсылман қауымымызға құтты болсын, құт береке әкелсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, әрдайым осы айттан айтқа аман есен жете берейік. Ал енді мына қазіргі Құрбан айттың бір ерекшелігі осында егемен елімізде жастардың мұсылмандыққа өздерінің назарын аударып, осылай имандылыққа, тәртіпке, жақсылыққа, инабаттылыққа соған бет бұрыс бұрғаны өте жақсы уақытта міне болып жатыр. Әрдайым жақсылық, амандық болып, еліміз аман, егемен еліміз көркейе берсін, жасай берсін.